сәлем, сіздермен әдетінше мен Шолпан Сағадат. Неге біздің халық оңай ақшаға құмар? Неге блогерлердің ақылға қонымсыз қызыл жіп, жасыл шұлық, ақша майы сынды заттары мен мазмұнсыз курстарын сатып алатындар көп? Қашанғы қарапайым халық қаржы пирамидаларының құрбаны болады? Талқылап көрейік. Басталмас бұрын арнаға жазылып, қоңырауға басып, лайк басуларыңызды сұраймын. Қазақ тілі контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Кеттік. Соңғы күндері ел аузында жүрген аса қызу тақырып әйгілі блогер Мамаситаның энергетикаға толы қызыл жібі мен қаржы пирамидасын құрған блогерлерден зардап шеккендер болды. Алдымен Мамаситаның қызыл жібі туралы ойды қозғап кетейін. 7 миллион оқырманы бар белгілі блогер Алия Байтугаева 4500 теңгеден қызыл жіп сатып, өз энергиясымен алмасып жүр. Айтуынша, ол жіпті Дубайдан сатып алып, кейін Түркістанның киелі жерлеріне барып дұға оқытылған. Бұл қасиетке ие жіптер. Ол адамның еңбекте табысқа кенелуіне, балалы болуына, жалпы ойлаған арман мақсаттарына жетуге көмектеседі екен. Ескеріп айтайын, біреудің қалтасына үңіліп жатқан жоқпын. Әркім ақша табудың жолын өзі таңдайды. Дегенмен халықтың ақшасын түкке тұрғысыз, ешбір пайда бермейтін дүние үшін сыпыру күнә. Бұны блогер түсіне ме екен? Мені ол жіптердің қалай пайда болуы, оған жасаған жарнамасы, оның бағасы қызықтырмайды. Мені мазалайтын сұрақ, әрі бұл тұста маңыздысы, энергияға толы қызыл жіпті алып жүргендердің көптігі. Халық бұған қалай сенеді? Бұндай деңгейде надан болуымыз қалай? Халықты жаппай санасыз деп ауыр айтқым келмейді, бірақ қоғамда оңай ақшаға құмарлар саны жыл сайын артып бара жатқаны жасырын емес. Өкінішті әрине. Бұл ретте халыққа қарапайым, бірақ маңызды бірнеше сөз айтқым келеді. Бірінші, ақша тапқың келсе, үйде отырмай жұмыс жаса. 2. Балалы болу үшін ғылымға яки медицинаның көмегіне жүгін. 3. Тіл көзден сақтайтын бойтұмарларға сену тәңіршілдіктен қалған дүние. Одан баяғыда шығуымыз керек еді. Бойтұмарларға сенсеңіз жақсы, ол өз таңдауыңыз. Бірақ еңбек етпесең, ешбір нәтижеге жетпейсің, ол факт. Ал ақша ағаштары, бойтұмарлар, көздер, қызыл жіптерге сеніп отыра берсеңіз, алысқа бармайсыз. Олардың мәні мен мағынасын, әрине бар болып жатса, басты планға қоймай, тек қосалқы сенім ретінде ұстансаңыздар жақсы болар. Айтпақшы, бізде мағынасыз курстарды, ақылға сыймайтын дүниелерді сататын, былайша айтқанда ауадан ақша жасайтын блогерлердің қызметі еш бақыланбайды. Олар заң бойынша қылмыстық жауапқа да тартылмайды. Айтпағым, қоғам өзгермей, блогерлерді тәртіпке салу мүмкін емес. Сол себепті проблеманың басты шешімі халықтың өзінде. Ал енді адамды өзін-өзі өртеуге дейін апаратын қаржы пирамидаларына тоқталайық. Бірнеше айдан бері дауы шешілмей жатқан негізі танымал блогерлер қалаған Мудараба Capital пирамидасын айтамын. Айта кетері, 2021 жылдың қазанында Мудараба Capital компаниясының иесі Алматыда қаржы пирамидасын ұйымдастырды деген күдікпен ұсталды. Содан бері бұл компанияның мәселесі қарастырылып келеді. Негізі бұндай жағдай алғаш рет орын алған жоқ. Gold, Гарант 24, Estate Lombard сияқты көптеген пирамидаларды, букмекерлік компанияларды жарнамалап, кейін халықтан кешірім сұраумен құтылған Айқын, Асылхан мен Артур Төлеповтер, Қуат Хамитов, Бағлан Әбдірайымов сияқтылардың мәселесі де естеріңізде шығар. Жұлдыздардан культ жасауды тоқтатыңыздар. Олар да ақшаға құнығып, тек пайдасын ойламай, өнермен айналысса игі еді. Ал неге халық бұндай компанияларға барады? Ақпаратты қайдан алады? Белгілі бір актер, не болмаса блогерді алып, артынан ерген үлкен аудиториясына жарнама жасатады. Бітті, шаруа дайын. Артынан жүздеп, мыңдап халық ереді. Дәл сол схемамен бұл компанияға жарнама жасаған белгілі актер әрі вайнер Мейіржан Төребаев, актер Мейірхан Шерниязов және актер-блогер Әзімжан Саидбаевтар қазір тергеу астында. Айтпақшы, олар қаржы пирамидасын жарнамалап қана қоймай, сонымен қатар компанияның тең иелері ретінде тұрақты түрде табыс тапқан. Күні кеше Алматыда сот алдында халық жиналып Мейіржанға бостандық сұрап жатыр. Бұлар сонда ақшасын шығарып алуға үлгергендер ме? Сұрақ. Жалпы айтпағым, бұндай алаяқтық бір күнде тоқталмайды. Сол себепті оңай ақша ешқашан келмейтінін, ақша тек адал еңбекпен келетінін ұмытпаңыздар. Бұл екі мәселеде де басты проблема блогерлерде емес. Сұраныс болған жерде ұсыныс бар. Курс сатып алсақ, жіп сатып алсақ, пирамидаға кірсек, бәрі өзімізден. Жауапкершілік те ол блогердің мойнында емес, ол сіздің ғана жауапкершілік. Бұған қоса айтарым, халықтың бұндай дәрежеге жетуіне әлеуметтік тұрмыстың төмендігі апарып соқтыратынын бәріміз білеміз. Демек, халықтың өмір сүру жағдайы реттелмейінше, бұндай жағдайлар орын ала береді. Сол себепті мемлекет осыны ескеріп, халықтың жағдайын жасаса, ашынған қоғам бұндай қадамға баруды ойламайтын да шығар. Бұл күнге де көп ұзамай жетеміз деп үміттенейік. Талқыланған тақырып бойынша ойыңызды видео астына қалдырып кетіңіз. WhatsApp, Instagram желілері арқылы таратсаңыздар да болады. Қолдауларыңызға алдын ала алғыс білдіремін. Келесі көріскенше.